Сыздар көңіл-күй қалай? Менде барлығы жақсы деп айта алмаймын. Өйткені кеше бір жағдай болды. Ол жағдайда мен кеше түнде салып тастағым келген, но лучшие друзьяға салдым, в принципе. Достарым біледі. Сіздерге айтайын, е. Бір жігіт бар. Өзінің айтуы бойынша ол менімен ауырады. То есть мен суреттерімді қарайды. Мен А деп аузымды ашсам болды. Оған сол ғана керек. Но до этого дня только это так было. Енді қазір хочет увидеть меня. Ради этого что он сделал? Екінші қызықты айтайын, сізге білесіз бе қандай қызық? Дәл қазір мен не жыларымды, не күлерімді білмей тұрмын. Неге? Өйткені кеше ол адам, маған звондайды, мен трубканы алмаймын, потом инстаграмыма жазады, что ол танамаға келіп тұр. Я такая, в смысле, танамаға келіп тұр, өзім бүйтіп ойлап қалдым да, неге танамаға барған түсінбедім дегендей. И в итоге мен түсінгенім бойынша ол мені іздеген, и уже действия көшкен ғой, енді лучше барайын қымсыға дегендей. Танамаға барған болу керек, мен негізі сенген жоқпын маған танамаға барам деп жазған кезде. Но потом, когда он мне видео отправил, что ол танаманың алдында, честно, бұндай страх мен вообще не знаю. Честно сказать, мен вообще даже далаға шығуға қорқып қалдым кешегіден кейін, потому что если мен білмеймін, можно ли выкладывать его сообщение. Я же говорю, ол менің жұмыс орнымда бұрынғы білген адам, тауып алған адам. Вы думаете, мой адрес не найдет? Короче, ана видеоны салам, где он прям танаманың алдына келген. Шынымды айтсам, менде салатын дүние өте көп. Мысалға, таңғы 5-ке таман мен ұйықтап жатқанда телефоныма хат келген екен, оны оянғаннан кейін көрдім. Ол жерде менің үйімнің дворының суреті. Ол жігіт мен үйімді тауып алған, но скорее всего сол танамадағы персоналдан сұраған шығар деп ойлаймын. Я не знаю, да, например, мой номер же как-то нашел он, сол себепте ол үшін өте қиын емес деп ойлаймын. Тем более мен аяқта стористоға салып жүрмін, қаяқта тұрып жатқанымды. Мен просто бұл дүниелердің барлығын салып жатқан себебім, я хочу, чтобы он понял, что бұның барлығы мені бір сындырудың варианты деп ойламасын. Яғни мен оның блокқа тыққанын, мен сөйлескім келмегенін кейбір жігіттер андай қылып ойлайды ғой. Ой, мына қыз деген қырсығып тұр, бұл қызға тағы да кішкене осылай сөздер жазып жіберсем, бұл қыз сынып қалады деген. Ешқандай да сынатын дүние емес, бұл қорқатын дүние. Сол себепте мен одан әрі ештеңе салмасын десеңіз, қазір көріп отқан ер азамат, скорее всего сіз көріп отырсыз. Мен қалаймын, чтобы сіз бұндай дүниені істемегеніңізді. Мен түсінемін, мүмкін сіз танысқыңыз келетін шығар, мүмкін сіз осы бір тактиканы таңдап алған шығарсыз, мені қорқыту арқылы, мені әйтеуір бір шығарып алудың мақсаты. Бірақ бұл дүние іске аспайды. Бірақ та сіз дәл қазір көріп отырсаңыз, енді маған бір хабар, бір сурет келетін болса, онда мен сіздің маған жүрген суреттеріңіз, өзіңіздің түріңіз барлығын просто я выставлю в Инстаграм. Номеріңізді де, жазған Инстаграм парақшаңызда, барлығын просто салам тупо и все. Привет еще раз, қайырлы кеш.